Намаскар, армысыздар. Бүгінгі йога асанасы жылан деп аталады, немесе кобра, бхуджанга асана деп те атайды. Бүгін техникаларына тоқталып кетеміз. Бұл екінші видео. Бірінші видеода пайдасына тоқталдым. Емдік ретінде қолданамыз. Басымыздан аяғымызға дейін жұмыс жүреді. Қалқанша безін емдейді. Мойында, иықта, жауырында, омыртқаларда, дискілерде проблема болса, қолда, және мына көкірегіңізде, ішіңізде, ішек құрылыстарыңызда проблема болса, соны кетіреді. Адреналин гормоны бөлінеді. Бүйректеріңіздің жұмысын бір жолға қояды. Және мына жыныс бездеріңіздегі аурулар кетеді, аяқтағы аурулар кетеді. Ревматизм емделеді. Енді былай жасаған кезде көп адамдар осы жерінде, төсімде бірдеңе тұрған сияқты, дұрыс дем ала алмаймын, жүрегім қысылады деп жатады. Осы жерді жақсы жұмыс жүреді, өкпеге жақсы әсерін береді. Және мына қабырғаларыңызды да әдемі қылып, көкіректеріңізді ашады. Бұрын мен өзім осы қабырғаға бір соққы алғанмын. Сол кезде маған шарыр, баклажканы үрдеді, сол кезде жақсы болды. Қазір осы асанкамен жұмыс жасап, осы көкірегімді ашып, осы жылан йога асанасын жасап жатырғаннан кейін қайтадан білініп жатыр. Осы қабырғалар орнына келіп, толықтай басыңыздан аяғыңызға дейін жұмыс жүреді. Ішке жатамыз. Аяғымызды бір-біріне қосамыз. Және мына ең соңғы қимшақты төмен қарай, ішке қарай тартамыз. Сол кезде ішімізде де былай жоғары қарай көтеріледі. Басыңыздың тұсына қоясыздар қолдарыңызды, және сәл-сәл алға қарай. Дем алып тұрасыздар. Кішкене мына ішіңіз, кіндігіңіз көтеріледі, және мына қолыңызды басқан кезде үлкен саусақ пен сұқ саусақты жерге қаттырақ қоясыздар да, қалған саусақтың арасын ашасыздар. Және былай итермейсіздер, былай итересіздер. Былай қарай етіп тұрмайсыздар, былай өзіңізге қарай алып итересіздер. Басыңызды артқа бір нүктеге қарайсыздар. Демді алып, демді 8 секунд ұстап тұрасыздар. Демді шығарып түсесіздер. Иықтарыңызды кішкене төмен қарай түсіресіздер, және екі жауырынды бір-біріне қарай итересіздер. Сол кезде артымызда біздің парасимпатикалық жүйке жүйелері бар, сол жерде жақсы жұмыс жүреді. Және арасында осылай жатсаңыздар да болады. Осылай көтерілген кезде бүкіл денеңізде жұмыс жүріп жатқанын сезініңіздер. Аяғыңыздан бастап, мына қимшағыңызды, ішіңізді тартып, жауырындарыңызды артқа қарай итеріп, басыңыздан аяғыңызға дейін түгел 8 секундқа мына бұлшық еттеріңізді қатайтып тұрыңыздар. Және екінші жасалатын түрі, қолдарыңызды басыңыздың тұсына қоясыздар. Аяқтарыңыз бірге, қимшақта жұмыс жүріп жатыр, іште барлық жерде жұмыс жүріп жатыр.
Қолдарыңызды артқа қарай итересіздер. Дем алып тұрасыздар. Тағы бірден тұрасыздар. 8 секунд тұрасыздар. Демді шығарып төмен түсесіздер. Сол кезде мына екі жауырынды артқа қарай итересіздер. Екі жауырын бір-біріне тиіп жатырған сияқты болу керек. Қатты басыңыздан аяғыңызға дейін бүкіл бұлшықеттеріңізде жұмыс жүріп жатыр. Екі жауырын бір-біріне қарай итеріліп жатыр. Осылай 8 рет жасайсыздар. Және соңында шабасаны деп жатасыздар. Осы жасаған еміміз емдік ретінде бүкіл біздің ағзамызға тарау үшін 1 минут, 2 минут шабасанада жату керек. Бүкіл денемізді, ағзамызды сезініп жатуымыз керекпіз. Терең дем алып, демімізді шығарып, барлық денемізді босаңсытуымыз керекпіз. Бұл йога асаналарын емдік ретінде қолданамыз. Және бұл созу және тынышталу. Тынышталып, барлық жеріңізде жұмыс жүріп жатқан сезініп, босаңсып, еш жеріңізде құрысудың жоқтығын сезініп, терең дем алып, демімізді шығарып жатамыз.